10 баланың арманын орындайын деген болатынмын. Көңілшек бір жердің соры деген қазақта сәл бір ауыз екі сөз бар ғой. Сөйтіп көңілшектеніп бізде 13 болды. Мейлі жақсылығымыз көбей берсін. Жақсылыққа келгенде көңілшек болайық. Мұнда ноутбук та бар, iPhone да бар, тігін машинасы да бар, кухонный гарнитур да бар, велосипед те бар, Эльзаның киімдері де бар. Барлығы бар. Бала жүректегі арманның орындалуына кішкене ғана болса да себепкер болғаныма шын жүректен қуаныштымын. 4 жасқа Эльза қосылды. Барлығы қанша велосипед болды? 9 велосипед болды. 8-10 баланың арманын орындаймыз дегенбіз. 3 баланыкін орындап қойдық. 9 болып кетті, 12 бала болып кетті, мейлі. Есептеңіз, ал айтыңыз маған қанша болған. Мен қадауой olsun, жақсысы olsun. Телефон держатель, фонарик, замогы барлығы olsun. Соз да бар. Маған ұлдардың бәріне осы скиллматс фирмадан беріңіз. Қыздарға міне заводской, складной. Негізі 10 баланың арманын орындаймыз деген болатын. 12 болып кеттік. Қасыма еріп келген өзімнің қызымды істейді деп соған осы кеттім. Меруерт деген менің оқырманым жазыпты. Арыспала, қалайсың? Мен көп балалы анамын. 6 перзентім бар. Ауылды жерде тұрамыз. Сені бұрыннан қараймын, қолдаймын. Балаларым өскенде өз армандарына қол жеткізетін табысты жандар болса деп армандаймын. Үлкен ұл ер жетіп тұр. Қатарластарының бәрінде телефоны бар. Алғысы келеді, ол да бірақ жағдайымызды біліп айта алмайды бізге. Менің арманым сол балама телефон алып беру. Баламның да арманы қатарынан қалмай iPhone 11 ұстасам деп әңгіме арасында айтып қалады. Ай сайын кредит, бала шағаның мектеп киімдерін алу керек, бәрі қымбат. Алла саған разы болсын. Балам екеуміздің арманымыз, балам биыл мектепке телефонмен барса екен деймін. Аяқ астынан кезде сөйлесеңізші. Айтпаңыз. Жарайды. Рахмет. Сізге ризамын. Жақсы, рахмет. Қазақта бие сұрасаң түйе береді дейді ғой. 11 мен болсын барса екен балапан деп, балам сабаққа деп сұраған екен. 260 мыңға міне iPhone 12 алдық гарантиясымен сал жеретін боламыз. Дәл солай 10 баланың арманын орындаймын деген болатын. Қазақ қуантсаң баланы қуант деген. Өйткені баланың көңілі риясыз, күлкісі шынайы, ішіне артық ыза кекті сақтамайды. Сондықтан да барлығымыз балалық шаққа қайтқымыз келетін шығар. Мен дәл солай 10 баланың арманын орындаймын деген болатынмын. Соның алғашқысы оқырманым. Бұл кісі маған былай жазыпты. Менің 6 балапаным бар, Аллаға шүкір. Менің үлкен қызым армандап жүр. Ноутбук деп. Қызым, мама, мен түнде тұрып Алладан сұраймын, маған ноутбук нәсіп етші деп. Өзі тестке дайындалып 140 балл жинаймын деп ниеттенеді. Ноутбук ауадай керек екен, қазір бәрі ноутбукпен оқиды. Соткасы ескі, дұрыс істемей память толып кетеді, жылайды. Өзіміз алып берейік десек, бағасы қымбат екен. Аллам сізге разы болсын, балаларды қуантып жүрсіз дейді. Міне Салтанат Сұраншиева. Қараңыздаршы, жыласам да менімен бірге, құласам да менімен бірге, күлсем де менімен бірге. Аңғарасаңыздаршы. Осы ноутбуктың мен осыдан 3-4 ай алдым, 350 мың теңгеге 3-еуін алдым. Ырыс косметикада тұрып, осыны алып жатырмын. Қыздың да арманы орындалып, 140 балл жинайым деп жатыр екен ғой. 140 балл жинап, еліміздің мақтанышы болып, оқуға түсіп, дипломын алып, биіктен көрінген кезде артына мақтан отырайық. Ал қайыр қылсаң бүтін қыл, сый қылсаң сыпыра қыл деп, ана ноутбукқа жалғайтын тышқанын, астына қоятын ковригін, сумкасын алайық, сабаққа тасығанға. Міне ноутбукқа қажетті сумкасын алдық, барлығын Технодомнан алдым, арнайы чегімен. Егерде ұнамай жатса, үстіне ақша қосып қымбаттауын алам деп жатсаңыздар да, өз еріктеріңізде. Менен кетті, иесіне жетті, ең басты шын жүректен. Жалпы өзім оқымағаннан кейін ба, білім қуған жастарды өте жақсы көремін. Бүгінгі алып жатқан біліміңіз болашағыңызда шамшырағыңыз болсын.